қымбат нәрсенің екеуі сендерге жиналып тұр қазір. Қымбат заман менен қымбат мекен. Көп адамдарға біреуі, өте көп адамдарға осы уақыттың біреуі келіп жатыр. Ол Рамазанның мынау қазіргі күндегі түнде тұрған ақырғы күндері, түндері. Және сендерде мекен бар. Ол Расул саллаллаху алейхи вассаламның несі? Қаласы. Наби саллаллаху алейхи вассалам осы Меккеде, осы Мединеде тұрып, Мединенің осы қасиетімен осы жерде құлшылық қылған. Меккеге бармаған, мен Меккеге бармаңдар деп жатқан жоқпын. Меккеге барған адам барады, алхамдулилля, онда өзінің қайыры бар. Мединеде қалған адам Мединеде өзінің қайыры бар. Мен айтайын деп жатқаным, Наби саллаллаху алейхи вассалам осы жерде мекеннің қадірін, заманның қадірін жеткен. Сахабалар осындай қадірлеген. Бізде қазір осындай бір қадірлі уақыттарда жүрміз. Көп нәрселерді сөйлесу немесе әңгіме немесе әр түрлі өзің үшін дүниеви бір пайдалы болып көрінген, зияндығын қоя берейік. Пайдалы болып көрінген нәрсе болса да, оны аз мүмкін болса кешіктіруге, айттан кейінге кешіктіре тұр қазір. Әшейін бір сөз болса да, сөйлеуге мүмкін ғой кейінірек, солай ма? Кейінірекке қалдырып қойсақ, мына 10 күн мүмкін кейбіреулерімізге қайтып келмейді шығар бұл 10 күн. Солай ма жоқ па? Кім кепілдік береді кейінгі жыл бар? Мен, сен, ешкім өзімізге кепілдік бере алмаймыз. Мүмкін ақырғы 10 күн шығар көріп тұрған. Аллах берсе, иншаллах. Біз жақсылықты үміт етеміз, бірақ Аллахтың әмірі. Жазылған нәрсе кешіктірілмейді. Содан біз қазіргі күніміз бізге ғанимет өте. Содан пайдаланып қалуымыз бір мұсылманның жақсы бір сипатынан ол. Содан Аллах «Вал аср» деп асырға ант етіп жатыр.